Бәріңізге ассалаумағалейкум. Бүгін бізде газель тағы да бір сотка инжектор моторымен бұл жерде каса восстановлениеге түсіп, касаның жағдайы тіпті адам шошырлық. Проводтар бәрі қажалған, қырылған, жырылған. Бензиннің тоқтары да мынау так форсункінің тоқтары бізде бәрі аршылып, сырттары қиылып. Бізде мәселе осындай. Мынау так жұмысымыздың басы, касапроводты толығымен шешіп алдық. Қазір бәрін полный сыртында изолентасын бәрін шешіп тастап, нақты қандай штикерлер керек бізге соларды алып, и содан кейін поврежденный проводтардың бәрі бұл жерде под замену ауысып кететін болады. Ол бір. И содан кейін бізде тағы да бір мәселе. Іштен салоннан щиток приводының проводы қайтадан жалғанатын болады. Себебі неге десеңіз, машина сөндірген кезде тахометр қай жерде тұр, сол жерінде қалып қояды. Содан кейін мына температураның датчигі қалып қояды. И сосын мына жоғарғы жағында спидометрдің қанша жүрген общий қашықтығы, ал астыңғы жағында трип сақталған. Яғни айтқанда, сіз мына бір заправкадан барып, заправка жасап, содан кейін мынаны басып нөлге қойғаннан кейін машина сөндірген кезде қайтадан ол нөлге түсіп қалады. Соның бәрін так істейтін боламыз. Ол так бізде екінші шаруа. Мына жерде торпеданың астында да жұмысы бар, и сосын мотор жақтағы жұмысы бар. Так, газельдің щиток приводын шешіп алдық. Бұл жерде, в общем, так, міне температураның заты әлі қатып тұр сол жерінде. Енді біз бір қарайтын боламыз. Артын бәрін шештік. Так, мына жер пайкіленген, мынау клейленген. Оның себебі бұл щиток приводға қандай нагрузка түсті, неғып жанып кетті деген ой бола ма? Мен в основном айтатын, газельде 20-дан артық предохранитель болмайды. Ал енді қазір кеттік көреміз. Газель. Мені кешірші, бұрын кездеспегенім үшін деп. Осындай газельдерден кешірім сұраймын, кейде бар. Қараймыз мына жақта. дейді. 20-дан артық болмайды десем, бұл 40 салып қойған. Қасында 30 еще күймейтін китайский предохранитель. Так, тағы да китайский. Мына жақта вообще 20 дейді. Оның қасында тағы 20. Білмеймін, как-то бар ғой. Түсініксіз. Не болып, не қойып жатқаны түсініксіз. 5 ампер. Модуль управления светотехникой. Астыңғы ряд 1, 2, 3, 4. Модуль управления светотехникой 5 ампер тұруы керек. Міндетті тұруы. Максимум кеткенде 7,5 салуыңызға болады. 10-дықтың өзі бұл жерге болмайды. Не істеп тұрсың сен? Кете қойшы бар. Сен не істеп тұрсың? Сен ше? Неғып жүрсің? Сен бұл жер орын емес еді ғой вообще. Құдайым-ау, қоя қойыңшы, қытайлықтар, қоя қойыңшы. Управление двигателем. Так, сосын, то есть замок зажигания, управление двигателем и сосын топливный насос. Мотор жақта бір какой-то бір зат бар деген. Моторның, значит, қайта предохранитель күйе берген, сосын күймейтін 26 салып қойған. Осы жерге дейін машинды өртеп жібермей алып келгеніңізге рахмет. Осы жердің, осы гараждың төңірегінің мусормен бірге мусор болып қалуыңызға рұқсат. Газопроводты шешіп алдық. Жағдай тіпті адам айтарлықтан қиын. Түгел форсункінің штикерінің бәрін қиып тастадық. Датчик коленвалдың штикерін қиып тастадық. Қазір олардың бәрін түгелмен дросный заслонкының штикері бәрі ауысатын болады. Мынау міне көзден шыққан провод уже. Мынау кеше мынандай қылып форсункінің түбіне газдың проводын жалғамаңызшы, өтініш сіздерден бар ғой. Өтініп сұрайын ба? Или басқаша сұрайын ба? Қалай сұрайын? Жұмыстың соңғы жағы компьютер бізде Микас 12-3 моторный отсектің тоқтары толығымен изолировать етілді. Форсункінің штикерлері ауысты. Поврежденный проводтар штучный заменаға түсті. Вот так. Бізде осындай. Енді қазір
машинеге салатын боламыз. Сол машинеге салған кезінде ол газдың проводтары толығымен өзінің керекті орындарынан өтетін болады. Мына мотордың тобы қазір толығымен бітті, аяқталды. Братан, в общем айтқанда, мына артқы екі боковойдағы сары светтерді жалғап бара жатыр едім ғой. Сөйтіп мынаны жалғадым. Номерін шешіп алдым. В общем, борт низкий посадка, артына запаска сыймай қалды. Ол ладно, номерді қайтадан орнына қатырып, ана подномерниктерді жағам. Ол ладно. Так, сосын мына жақтағы да сары светтер жалғанды, бәрі толығымен. Енді, в общем, братан, мана саған тоқ жағынан тағы да жұмыстар шығып жатыр дедім ғой. Мына, в общем, мына жақта алдын мынаның артына істеген адам, в общем, түгел проводты қиып тастаған ғой мына жерде. Мынау үшеу, мында екеу, мына жақта төрт, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Не бәле болған мынаның артына? Бәрін қиып тастаған ғой түгелімен. Жынды ма мынау несі? Енді братан, мынаның бәрін қазір восстановить ету керек болып жатыр. Та бізде толығымен көлік аяқталды. Қазір ала бұйырса клиенттің өзі келеді, қабылдап алады, машинаны толығымен қарап, өзі көріп. Газопровод толығымен восстановить етілді, штекерлері ауысты, поврежденный проводтар подштучный ауысты. Так, содан кейін подкапотный пространствода басқа да бүлінген проводтар ауысты. Сосын газдың газопроводы новыйдан салынды. Бұл жерде дополнительный массалар жалғанды. Мына жерде бір масса, мына жақта тағы да бір масса. Наконечниктері ауысты, пластмасс хомуттары ауысты. В общем айтқанда көлік толығымен зауыттық нұсқасына келді. Бұл жерде бізде істелген жұмыстар. Содан кейін так бізден алдыңғы электрикке барған кезде щиток приводты жағып жіберген. Щиток приводтың подфарнигі, содан кейін мына ең соңғы памятты сақтап қалатын астыңғы триптің сандары бәрі жанбай тұр. Олардың бәрін қалпына келтірдік. Содан кейін подфарник артқы жағында подфарниктер боковойдағы жанып тұрған светтің бәрін толығымен қиып тастаған. Оның бәрі қайта жалғанды. Артқы габаритке келетін болсақ, артқы габариттің проводтары кусок, содан кейін бірталай проводын қиып тастаған. Қазір оның бәрі жалғанды, толығымен массасы бәрін обновить етілді. В общем, осындай мәселе, осындай жұмыстар жүргізілді бізде. Мынау, как обычно, газельдің бұл дейтін зауыттық нұсқадағы бұл ауруы, оны алып тастадық. Бәрін толығымен дерлік тікелей жалғап, кәдімгі өзінің мына заводской наконечнигімен ұстатып қойдық оны. В общем, бізде осындай мәселе. Қазір клиентке ақ жол тілеп, сонымен сөйтіп шығарып салатын боламыз. Так, мәселе осындай. Егер кімде газель болатын болса, тоқ жағынан ақау болатын болса, тіп-тіке хабарласа беріңіздер. Біздердің каналымызда, TikTok'тағы каналымызда, YouTube'тағы каналымызда телефон номеріміз және қай адресте орналасқанымыз бәрі жазылған. Содан кейін бізге көп клиенттер басқа облыстардан хабарласып жатады. Егер сіздерде Маңғыстау облысына, Ақтау қаласына келетін жағдайларыңыз болмай жатқан жағдайда, біздер сіздерге телефоннан да көмек көрсете аламыз. Так, мәселе осындай. Шіркін, жарықтыға еркек мотор ғой, сотка деген. Сотканы атап түсінетін бар, түсінбейтін бар. Сендердің который айтып жүрген, ойбай, 409, 16 деп жүрген моторларыңыз мынау ма? Тасташы сізге. Келесі кезекте бізде осы көліктің кассапроводы жиналатын болады. Бұны да толығымен зауыттық нұсқасына келтіретін боламыз. Содан кейін бұл жөнінде де видеороликтер түсетін болады. Бұл жөнінде келесі біздің салатын видеороликтерімізде. Бүгінге осы газель ақ жол тілеп шығарып салатын боламыз.